Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ерекше тағаммен бөліскелі отырмын. Қазақ атамыз мал сойған уақытта ештеңені де лақтырмай ысырапшылдыққа жол бермеген. Сол үрдісті біз де жалғастырудамыз. Көпшілігіңіз білетін боларсыздар, бұл тағам әсіп деп аталады. Әсіп дайындау үшін бізге жаңа сойылған малдың өкпесі, бауыры, жүрегі, қалауыңызша ет те қосуға болады. Және жуа, сарымсақ қажет болады. Барлығын осылай ет тартқыштан немесе блендерден өткізіп аламыз. Үстіне жақсылап жуылған күрішімізді және дәміне қарай доз бен қара бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын, енді бізге малдың ішегі қажет болады. Мен қойдың үлкендеу ішегін пайдаландым және осындай кішкентай қарыншаға да салдым. Дайын болған әсіптерімізді міндетті түрде салқын суға салып, баяу отқа қоямыз. Қайнаған соң бетін алып, астын басып қойып, баяу отта 1,5 сағаттай пісіреміз. Осымен тағамымыз дайын, ыстық күйінде де, салқын күйінде де ұсына берсеңіздер болады.